Уағалейкум ассалам төленді. Көп рахмет. Енді қысқа қай уақытта бастағанымыз дұрыс? Сентябрьдің аяғынан бастап бортты үлкейте береміз бе? Әлде октябрь ма? Қалай істеген дұрыс болады жалпы? Әлде температура қарап отырып жайлап көтере береміз бе? Ассалаумағалейкум әбеке. Әбеке, ол әр регионның погодный условиясына байланысты болады да. Погода жаңағы ауа райының, жаңағы температураның төмендегеніне немесе көтерілгеніне ғой. Сол үшін верми фермерлердің ең күшті құралы жаңағы температура өлшейтін градусник болады да. Сол нәрсемен қадағалап отырасыз. Бізге ең керегі 15 пен 25 градустың арасындағы температура болса, шылаушандар ол жерде активно жұмыс істейді. Сол мәселе. Сосын сентябрьде мәселен күн салқындап қалатын жағдай болса, сіз борттың биіктігін қазір 20 сантиметр болса, ол кезде уже 25 сантиметр жасайсыз. Сосын жанынан октябрь-ноябрьлерде свежий гөнді алып, борттың жанынан жылу беріп тұру сипатында жасауға болады. Мәселен, біз Шымкентте борттың бір жағын 90 сантиметр қыламыз, бір жағын 30 сантиметр қыламыз, уклонный грядка болады да. Жаңағы бір жағы төмен болады, бір жағы биік болады. Биік қылудағы мақсат 90 сантиметр жақтың асты қызып, жоғары жағына және төмен жағына жылу беріп тұрсын. Шылаушандар қыста да әрекетке түсіп, сол жерде өздерінің жұмыстарын жасай берсін деген тиімділікке бұрып жатқан жағдай ғой. Барлық жағын бірдей биік қылып жіберсеңіз, процесс ферментация болып кетіп, асты қызып, шылаушандардың барлығы қиналып, ыстықтан өліп кетуі мүмкін да. Сол себепті оларға қашатын жер былайша айтқан кезде өздеріне қолайлы температурада өмір сүретін жерлерді дайындап беру маңызды мәселе болады да. Сол себепті біз 90-да 30 қылатын болсақ, 90 жақтың температурасы көтерілгенмен 30 жақ температурасы нағыз өздеріне керекті температура болып, соның ішінде кокондарын тастап өмір сүре береді. Сол себепті Алматы жақ, мәселен, 1 метр 10 сантиметрге дейін көтеру мүмкін. Төмен жағын 40 сантиметрге дейін түсіру мүмкін. Енді ар жақ Павлодар, Шығыс Қазақстан деген суық аймақтар, олар өздерінің температурасына байланысты енді көтере береді. Олар өте қатты көтеру мүмкін. 1,5 метр, 2 метрге дейін көтеру мүмкін. Егер далада ұстайтын болса. Сол сияқты Атырау, батыс елдері өздеріне лайықты температурада көтеріп, градусникпен өлшеп алады ғой. Олар 1 метрге дейін көтеру мүмкін. Ақтөбе жағы суық келеді. Ол жақ 1,5 метрге дейін көтеру мүмкін деген сияқты нәрсе. Сол себепті біз градусникпен жұмыс істейміз бұл жерде. Сентябрь, октябрьде уже жайлап қалындата бастаймыз. Сосын ноябрьде уже сақтық шараларын жасап, біз гөндерді үйе берсек болады. Декабрь, январь, февраль айларында қарап отырамыз. Градусник температурасы төмендеп бара жатса, жанынан гөндерді, свежий гөндерді үйіп, жылу беретін әрекеттер жасап дегендей, сондай шараларды жасай бастаймыз. Кейбір региондар енді асты жылу болу үшін 40-50 сантиметр жылқының свежий гөнін тастап, үстіне бұртты жасап, әрекетке көше берсе болады. Жылқының гөні қызып, отоплениенің қызметін атқарады, үстіндегі бұрттардың барлығы әрекетке түседі.
Осындай түрлі тәсілдер бар. Сол тәсілдерді қолдану арқылы қыста да жұмыс істей алу дәрежесіне ие боламыз. Уағалейкум ассалам.